Сәлем достар, бүгін біз турецкий дәмді кекс дайындайтын боламыз. Ол өте дәмді және ингредиенттері де қол жетімді. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек, және 200 грамм қант, 100 грамм сұйық май, 100 грамм сүт, 1 шай қасық разрыхлитель, 2 ас қасық какао және 200 грамм ұн. Ең бірінші біз жұмыртқамызбен қантымызды араластырып аламыз. Қантымыз әбден ерігенше араластырып аламыз да, оның үстіне сұйық майымызбен сүтімізді құямыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қопсытқыш разрыхлителімізді саламыз және жарты ұнымызды ғана саламыз. Оны комочкасы кеткенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін ұн мен какаоны араластырып аламыз да, қамырымыздың үстіне салып араластырып аламыз. Оны да байқау керек, комочкалары кеткенше араластырып аламыз жақсылап тұрып. Одан кейін форма дайындаймыз. Формамызға міне мынандай формамызға 30-20 менде астын майлап аламыз бірінші. Одан кейін майлап алғаннан кейін үстіне қамырымызды құямыз. Қамырымызды құйып біркелкі етіп аламыз да, қызып тұрған 180 градуста 40 минутқа пісіреміз. Енді біз крем дайындаймыз үстіне жағатын. Ол үшін сотейникке 500 грамм сүтті құямыз. Оған сүттің үстіне 40 грамм қант, 30 грамм кукурузный крахмал саламыз, 20 грамм ұн саламыз, және оны жақсылап тұрып, комочкасы болмау үшін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін біз оны ақырын отқа қоямыз, яғни газдың үстіне қойып, оттың астына ақырындатып қойып, қоюланғанша әбден араластырып аламыз. Өйткені асты жабысып қалады осылай араластырып отырмаса. Қоюланғаннан кейін үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін піскен-піспегенін кексімізді спашкамен тексеріп аламыз. Одан кейін спашкамен бұлай тесіп дайындап аламыз. Өйткені біз үстіне сүт құямыз, сүтіміз сіңу керек. Одан кейін біз оны суытып қоямыз. Суығаннан кейін үстіне дайын болған кремімізді жағамыз, құямыз яғни. Одан кейін үстін біркелкі етіп біркелкі қыламыз үстін. Әркім әртүрлі крем жағады, әртүрлі крошка жағады. Мен үстіне ореховый крошка жақтым, біреулері какао жағып жатады. Үстіне ореховый крошка жақтым да холодильникке тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қойдым. Ол суығаннан кейін, ол әбден кремі сіңгеннен кейін оны столға қоюға болады. Каналыма тіркеліңіздер достар, және лайк басуды ұмытпаңыздар.